бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге менің Кәр және бүгінгі видео атауы бойынша да, зат бойынша да өте ерекше болмақшы. Бүгін мен сіздерге физикалық және химиялық эксперименттерді көрсеткім келеді. Бұл тәжірибелердің бір жақсысы әркім өз үйінде еш қиындықсыз істей алады. Және өздеріңіздің өнерлеріңіз ретінде де сіздер қонақтарға, туысқандарыңызға, достарыңызға, ата-аналарыңызға паш ете аласыздар. Сонымен мен бастаймын. Физик-химик? Енді мен ондай керемет, ондай емеспін. Бірақ жақсы естіледі екен. Бісміллә. Сонымен достар, бірінші тәжірибе үшін бізге пакеттегі шай, тарелке, қайшы және сіріңке қажет. Алдымен пакеттен шайды ондай бар еді, дұрыс. Сонымен пакетті қайшымен қиып, шайды шығарамыз. Пакеттерді қатарынан қойып сіріңкемен жандырамыз. Келесі тәжірибеге керегі бар болғаны қағаз бен стакан. Стаканға суды барынша толтырып құю керек. Ол міндетті түрде. Сосын қағазды бетіне қойып, стаканды тез аударамыз. Вуаля! Үшінші тәжірибеге керегі солы мата, лақ кетіруге арналған сұйықтық, үлкен пинцет, немесе қайшы және сіріңке. Солы матаның барлық жеріне сұйықтықты сіңіреміз. Қайшымен тыстап тұрып сіріңкемен жандырамыз. Бұл тәжірибеде өтіні жалғыз істемеңіз, қасыңызда серігіңіз болған жөн. Және соңғы тәжірибені мен кішкентай бүлдіршіндерге арнағым келеді. Бізге керегі Skittles және су. Skittles'ты тарелкеге түстері бойынша бөлеміз. Үстінен су құямыз. Өкінішке орай біз күткендей нәтиже болмады. Оның себебі су азырақ құйылды. Бастапқыда суды мөлшермен құю керек. Толтырып тағы да болмайды. Қалған Skittles пен кішкентай тарелкеде істеп көрдік. Кемпір қосақ түстес әдемі қосылыстар пайда болды. Қорытындылай келе, химия, физика салалары эксперимент түрінде өте қызық. Күнделікті қолданып жүрген заттарымыздан неше түрлі ойға келмейтін қызықтар жасауға болады. Сіздермен осы тәжірибелерді бөліскеніме өте қатты қуаныштымын. Осы тәжірибелердің ішінде ең ұнаған сізге қайсысы? Өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Ал сіздермен болған менің Кәр. Көріскенше.
Мен әлі тамақ та ішкен жоқпын. Енді қандай эксперимент мынау? Не істейсің мынау? Не көлеңке мынау? Менікі ме? көлеңкесі. Иә. Иә десе енді Бәсе мен қимылдаймын мынау көлеңке. Сен бір нәрсе істесейші енді. Той не істеймін мен? Білмеймін, бір нәрсе істе.